Всем современ себе. Салем, как дела? Так, результат менде көп. Асема, знаешь же, я не уже прошла 5 марафонов прошла. Да. Я астральную чистку прошла, изобилие прошла. Ну и разовые чистки я проходила, поэтому у меня результатов очень много. Что люди хотят услышать, Да. Обычно, знаешь, на марафон почему-то приходят не здоровье поправить, а просят сразу деньги. По поводу вот этого вопроса можешь рассказать, как ты понимаешь это? Ну, наши ценности поменялись же у людей же. Все больше думают не только о духовности, да, больше людей озабочены тем, что нужны деньги, да, все хотят жить красиво. Ну, красиво жить не запретишь, конечно. И это, ну, опять-таки же, когда нам надо кредитку купить, да, не как кеткен, сондай стресспен жүргендіктен кейін ол ана адамдар басқа бір жақсы ештеңені ойлай алмайды, тек қана ақша жақсы көбінесе ойлайтын дейді. Мен енді менде сол осы кәдімгі қарапайым адамбыз ғой бізде. Тоже сөйтіп сол жұмыспен не қылып жүрген адам болатын. Таңертең кешке шейін жұмыс, бір демалысында не демалғанды, не бір жаққа барғанды білмейсің да, андай дәрігерге барып қаралуға да уақыт болмайтын. Ана жерің ауырады, мына жерің ауырады, бірақ жүру керексің да сүйретіліп. Бір қылғандырсаң соған мәз болып. Енді ақша табу ғой барлығы. Ақша табу, анау керек, мынау керек деген сияқты. Кредит жабу деген сөзді жүргенмін ғой мен. Содан осы марафонды Әсем маған айтқан жерде мен сенбедім деп айта алмаймын. Мен оны анализировать еткен жоқпын, сенбедім. Мен тек қана андай оны ойлауға уақыт болған жоқ, бошан болған жоқ. Жұмысым сондай болатын да. Содан кейін күндердің бір күні деп ерте деді. Бір күні сол марафон алуға, енді сол уақыты келген шығар енді. Марафон алдым. Ол енді қызық болды, марафонға ақшаны жібердім, бірақ енді сондай бір марафонда мен бірдеңке күтіп болды ғой. Группаға кірмейтін да мен даже уақытым болмайды, ана группаға кіріп оқуға өзім жұмыс телефонынан қолым босамайды. Мен даже өзім телефонына жауап беруге уақыт болмайтын да, бірақ марафонға кіргеннен кейін мен ал енді мына марафонда маған ақша келсін, анау келсін деген ондай ой болған жоқ. Вообще жалпы кірген кезде сұрақ қоямын ғой, не істеймін енді мен марафонға кірген деді. Ниет ет, намерение, сделай намерение дейді. Өзім ойлайтын енді. Мен вообще сондай қайсам екен, жұмыс деп сондай бір адам бәрі кеткен ғой, басқа бір жұмыстан тыс бірдеңке айтса, мен туго доходила до меня, вообще плохо соображала, практически не соображала деп айтқан болды. Сол намерение дегенді ойлаймын, намерение жасау керек, қайтадан сұрайын десем айтты ғой, мынау совсем не екен деп, сөз ұқпайтын адам деп ойлайды деп. Содан енді өзің жағдайыңды білесің ғой, өзің қазір қандай жағдайда екеніңді. Содан өзім бана бір шатыс кеттім да, марафонға кіргеннен бастап өзімде бір сондай бір жақсы сезім болды да. Бір жеңілдеп қалдым, бір көңіл күйім көтеріңкі болып қалған сияқты ма, сондай бір жеңіл жақсы болып қалдым да. Бірақ мен оны бірден түсінген жоқпын. Оны марафон өтіп барғаннан кейін сол сәтте басталды екен ғой деп түсіндім да. Бірақ марафонға мен бірінші күннен бастап та қатысқан жоқпын. Бірінші күн мен құдалықта жүрдім, одан кейін тойда жүрдім. Содан кейін уже үйге 4 күні келген кезде, марафон бірінен басталып қойды ғой. Содан сен сіз ойлайтынсыз маған, енді ана то, что пропустила, ол бәрібір ем жүре береді. Бірақ таңертең кешке сол өтіп кеткен марафондарды, сеанстарды істедім. Содан өзім сұраймын ғой, мына миым босаса екен, миым сондай закрушенный болды ғой, бір жақсы ой жоқ ішінде, быт-шыт та, чего только там нету болды ғой, соны бір ілбалар, бір дем дұрыс ойда жоқ, адамдар мақсат қойған, ондай вообще қаша болып кеткен да, сосын қорқыныш сезімі, ары қарай не болады екен, мен қашан істейді екен, сондай бір ылғи қорқыныш сезіммен келген ойлар барлығы. Содан отырып алып, мен ең бірінші сұрағаным, чтобы меня убрали страхи. Ну, уже айта беремін, я хочу, чтобы мне убрали страхи, чтобы потом убрали у меня вот эти все ограничения, которые я сама себе поставила, да, өзіміз қоямыз ғой мысалға, каталогты өзіміз қоямыз. Соны я просила, и чтобы, знаешь, прям высвободиться было, мен өзімді чувствовала какое-то бір заточение было, просто сондай қысып, давление постоянно на себе чувствовала. Я просила, чтобы вот это все убрали, я прям хотела дышать, вот, свободу чувствовать. И вот только просила вот это. А оказалось, мне дали квартиру. Вот. Намерение тоже жасау керек. Видать, наверное, вот эти вот все мои ограничения, как раз таки они не задерживали жолымды жауып тұрған. Біз өзімізде не обязательно сіздерге біреу келіп, порча істеп болды ғой, біреу жолымды жауып тастады деп. Біз өзіміз ақ жаба саламыз жолымызды. Өзіңізге ограничение қойып қойсаңыз, менің қолымнан келмейді, ой, ол қайдағы десеңіз, ол сіз өзіңіз жолды жауып тастайсыз. Соның барлығы тазалығы. Енді марафонның ең керемет жері бар ғой. Бұл жерде сіз енді білмейсіз ғой, энергетикаңыз қалай жұмыс істеп жатқанын. Сіз энергетикаңыз против вас тоже может работать, потому что вы сами все загрязняете своими мыслями, со своими этими ограничениями, да, өзіңізге формасы қойып тастайсыз, ойбай, мынау болады, мынау болмайды деген сияқты. Одан кейін басқа біреудің айтқан сөзі, қайдағы саған, сен біріншіден сөйтіп ал деген сияқты. Потом кредит, дайсаң, короче, сонымен адамдар өздері заблокировать етіп тастайды, барлығын жауып тастайды. Вот соның барлығы марафонға кірген кезде кете бастайды да. Кәдімгі ойыңыз тазарып, денеңіз жеңілдеп,
жолыңыз ашылып болды ғой. Өзіңіз мен өзім түсінген де жоқ, қалай неткенде өзі аяқ астынан сондай бір ана неде мультфильмде бар ғой, кот Леопольд, снова небо стало голубым, снова солнце стало ясным деп дәл сондай да, короче, уже мына далаға қарасаң да бәрі өзгеше сияқты, өз өміріңе бүйтіп қарасаң да бәрі өзгеше сияқты, өзің өзгере бастайсың да. Содан кейін өзің өзгере бастаған кезде айналаң ағайын бәрі өзгереді. Жолдасың да қарым қатынасың жақсы болады, балаларыңмен де кейбір түсінбеушіліктер болып қалады ғой, соның барлығы өзі раскручиваться дейді да, бір клубок сияқты ғой, былай түсіндірсем болатын шығар, жіпті бүйтіп байлап тастаймыз ғой, клубок қылып. Бірақ оны қалай раскручивать мы не знаем. Не получается бәрі шимайланып байлаққа. Вот сол ана бір жіптің ұшын тауып алып бүйтіп тартқан кезде ана қайтадан барлығы шешіле бастайды ғой, дәл сол сияқты болады да. Мен өзім солай сезінемін да. Ал оның қайсы бірінші сұрақ бірінші да, қай проблема бірінші кету керек екенін біз білмейміз ғой. Ал енді ар жақтан көріп тұрған ата баба аруағы сіз дұрыс ниет етсеңіз, ойыңыз бойыңыз бәрі таза болса, сізге көмектеседі. Вообще бұл жерде мынау кейбіреулер ойлайды, мен бірдеңені обязательно сұрап отыруым керек шығар деп. Енді ол сұрақтар ол миым мынау кейбіреулер ойлайды, мен бірдеңені обязательно сұрап 4 күннің ішінде мен ана оформлять ете салдым ғой. Квартираны ма? Иә, уже құжатын қолымызға алып 4 күннің ішінде барлығын істеп болдық. Сонда мен өзім таң қалдым да. Енді Асем саған да мен өзі бәрін алып болғаннан кейін бірақ айттым ғой, сейчас короче менде результат бар күшті деді, бірақ мен короче сосын айтамын деп. Содан кейін уже мен даже туыстарымызға ешкім айтқан жоқпыз ғой, пока алмайынша. Соны еще мен бәрін бір келістіріп қойды да, өзім алам деген соманы алдым, содан бір артық деген қосылған жоқпын, осы бағаға маған керек дедім, сол бағаға алдым. Содан кейін мен астральный чистка өттім. Вообще астральный чистка деген біз енді қазір психологтарға көп тыңдайды ғой ел, көп барады психологтарға мысалға. Сонда қарап отырсам айтады ғой, в каждом человеке живет маленький ребенок, маленькая девочка, маленький мальчик. Біз енді көзімізді аша салған кезде осы дүниені әке-шешеміз кетпей тәрбие береді ғой, айналамызға қарап, соны қабылдаймыз да, содан кейін бала кезінде бірандай стресс, анау мынау алған кезде соны өмір бақи қалып қойды екен да адамда. Сонда астральный чистка кезінде соның барлығын проработка жасауға болады да. Прям өзі астральный чисткаға кірген кезде мен тура есіме сол ойды салды да. Мысалға астральный чисткада басталды ғой, вот вы лежите в утробе у мамы деп сол кезде неткен кезде маған сразу, короче, мен әрине ол кезде есімде жоқ, бірақ мен өскен кезде айттым ғой, біраз тарихы бар, мен ана ағайындарға беру керек болған ғой. Вот соны мен прям кәдімгідей прочувствовала, анамның ішіндегі бірдай барлығын переживание дейміз ғой, баламды қалай бере саламын деген сияқты жылағаны, күйінгені, соның барлығын мен кәдімгідей сол астральный чистка кезінде прочувствовала. Прям прошла вот этот этап болады ғой кәдімгідей. Соның бәрін өтіп барып, одан кейін уже сразу бар ғой, мына мамама деген көзқарас сразу өзгерді ғой сол кезден бастап. Әрине біз бәрін мамамызды жақсы көреміз, иә. Мамасын жақсы көрмейтін адам жоқ қой мысалға. Ал ана жерде мен тура анама мүлдем басқа көңілім басқаша болды ғой. Сол жерде кешірім де сұрап үлгересің, істеген қателіктеріңді де барлығын, содан кейін ана қателіктің даже істеген кезде не себепті ол былай болды екен дегенде кәдімгідей өзіңе ой салып тұрады да. Соның бәрін проработка ғой, соның бәрін өткеннен кейін кәдімгідей адам өзін бір с белого чистого листа дейді ғой, жаңадан бәрін ойың бойың өзгеріп, өзіңді жаңа адам сезініп отырасың да. Четко вообще чистка күшті өтеді. Соны өттім. Енді марафонды ойланып жүрген адамдар болса, өтіңіздер көресіздер, өздеріңіз сезінесіздер, әркімде әртүрлі болады. Содан кейін мен қазір не өтіп тұрмын ғой? Обучение. Активация потока, первая ступень. Оны айта кетейін бе? Айта кет, иә. Қазір емші болам деген қасиеті бар адамдар көп. Сол үшін вы можете пройти обучение на сайте. У меня все есть в шапке профиля. Вообще, негізі бар ғой, мен бұл нені обучениені сатып алған көп нәрсе адамды өзі бір итермелеп әкеледі да. Бізде мысалға бір құлаққа салып бір әжелерді шықтырып тастайсың ғой. Қазір енді ондай әжелерді аздап